Жігіттер 29 күні мынау Қасқасуда 20 мың адам жинаймыз, 40 мың киіз үй тігеміз, 60 мың ат шаптырамыз, умырау ойнатылады, дұрыс па? Қалған бір түсінде ойды ар жағы, бер жағы рас. Сабағын басқасын қой берші, хотя бы умыра үшін бар. Умыра оты басаң нен кетіп барады, дұрыс па? Тегін бар. Барайық жігіттер. Қанша? 10 мың теңге ма? Вход 10 мың теңге. 10 мың теңгеге мына пайдасы жоқ. Әзіл сықаққа да барып жатырмыз ғой. Bir ауыр сөз айтайын сіздерге. Жарлы деген не? Кедей қоя, жарлы болар жігітке мал орнына ұйқы бітеді. Жарым болар жігітке ақыл орнына күлкі бітеді дейді. Арзан күлкіге құмарымыз ғой, ақша төлеп барамыз ғой, сонда көңіл көтеру үшін. Біз не дейді? Бәрі көңіл көтерейікші деп қойды. Сен өз көңілің түсіп жүрген уақытты көрмедік қой, постоянно ыржыңдап жүресің ғой. Көңілің түссе, дүниені уайымдағаннан түсіп жатыр. Bir елді уайымдап түсіп жатқан шамалы ғой. Сол жерге барайық. О жерде де қызық нәрселер болады, ұйымдастыратын нәрселер. Барып, хотя бы ұстаздарымыздың бәрін бір жерден көрейікші.